Сіздермен мен Ұзақ Гүлназ және Экомед Алматы клиникасының дәрігер-гинеколог репродуктолог маманы Мұратова Маржан Бақытжанқызы. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Жалпы біз бүгін репродуктивтік денсаулық пен эко тақырыбына арналған сұрақтарды қарастыратын боламыз дәрігер-гинекологпен бірге. Бірінші сұрағымыз: әйелдердің репродуктивтік денсаулығын қай жастан бастап тексерткені жөн деп ойлайсыз? Қыз баласы өзінің денсаулығын, репродуктивтік денсаулығын 18-ге толғаннан кейін жылына 2 рет, яғни дәрігер-репродуктологтың кеңесін профилактика ретінде қарауы керек, яғни жылына 2 рет УЗИ жасау керек, гинекологтың кеңесінде болу керек, және АМГ деп айтамыз, антимюллерлік гормон анализін тапсырып отыру керек. Антимюллерлік гормон дегеніміз қыз баласының аналық қоры қанша екенін көрсетіп отырады. Эко процедурасынан өтетін әйелдердің көпшілігі қандай эмоционалдық қиындықтарға тап болады? Күйзеліс, үміт пен қорқыныш аралас кезеңде сіз дәрігер ретінде қалай көмектесесіз? Енді бұл жерде бедеулікті емдеудегі ең басты көмек, ол психологиялық тұрғыдағы көмек. Көбінесе бұл жерде әйелдерде жаңа информацияны қабылдау өте қиын болады. Неге мен көтере алмаймын, неге менде болмай жатыр, бәрінде бала бар, неге менде ғана жоқ деген сияқты бірінші себеп өз-өзін кінәлаудан басталады. Сол үшін бұл жерде ең маңызды асықпай, барлығын түсіндіріп, диагнозын түсіндіріп, яғни бесплодие деген, бедеулік деген ол бітті, сіз мүлдем ана бола алмайсыз деген сөз емес деп, ең басты бұл жерде психологиялық тұрғыда пациентті дайындау. Бірінші дайындап, одан кейін барып диагнозын түсіндіріп, қандай деңгейде, қандай диагноз екен. Мысалы, бедеулік деген кезде болды, сіз бедеусіз, сіз көтере алмайсыз, болды, жүріңіз экоға деген, ондай болмайды. Бедеуліктің түрі көп, яғни диагноздар көп. Түтіктік бедеулік бар, гормоналды тұрғыда, гормоналды фонның бұзылысынан тағы да бедеулік болуы мүмкін, немесе ерлер бедеулігі болуы мүмкін. Сол себепті бірінші диагнозды толыққанды түсіндіріп, одан кейін барып психологиялық қолдау жасап, сосын барып уже тактика лечения айтқан дұрыс. Бедеулік, бесплодие диагнозы қойған кезде әйелдер көбіне қандай күйге түседі? Бұл диагнозды қабылдау әйелдің психологиялық жағдайына қалай әсер етеді? Қайтып айтып қойдың ба? Жақсы. Экодағы протокол қандай, қалай жүргізіледі, қанша уақытына кетеді және қандай гормондар мен емдер қолданасыздар? Көбісі ойлайды, бітті мен эко жасататын болсам, жаңағыдай клиникада жатуым керек, қонуым керек, айлап жылдап емделу керек деп ойлайды. Негізі ондай емес. Эко бағдарламасын бастар алдын ала біз толық анализтердің бәрін қараймыз. Әйелдің өзін толық қарап зерттейміз. Яғни ең басты біз бірінші бедеуліктің себебін анықтаймыз. Не себепті болып тұр бедеулік? Содан кейін барып толық анализдерін алғаннан кейін жалпы процедура ары кеткенде бір 2-3 апта көлемінде уақыт алады. Клиникаға келіп жатудың қажеті жоқ. Яғни процедураны протокол деп айтамыз, жаңағыдай бастағанымызда. Протоколдың өзінің бірнеше түрлері бар. Диагнозына байланысты қысқа протокол деп айтамыз, ұзын протокол дейміз. Жалпы айтқанда қысқа протокол ол итекадан 2-3 күні басталады. Әйел баласы итекка келген кезде 2-3 күні біз уже стимуляция, овуляция дейміз. Жатырды стимуляция бастаймыз. Ол кезде келіп клиникадан күнде таңертең уколдарын алып отырады. Ол гормоналды уколдар ешқандай ағзаға ондай қауіп-қатер бермейді. Себебі өзінде бар, жаңағыдай біз айтамыз, мидан ФСГ, ЛГ деген гормондар бөлінеді. Сол гормондарды қосымша біз сырттан, яғни укол арқылы беріп отырамыз. Күнде келіп уколдарын алып отырады. Сосын ұрықтарының УЗИдан қарап болған кезде, бізге керекті размерге келген кезде біз уже пункция аламыз дейміз. Трансвагинальная пункция деп аталады. Бір 10 минут уақыт алады, жалпы наркоз арқылы өтеді. Ұрықтарын алып болғаннан кейін эмбрион мамандарына береміз ұрықтарды, яғни отсос деп айтамыз, өзінің алатын заттары бар. Алып эмбрион мамандарға берген кейін олар қарайды микроскоппен, яғни саны қанша, ұрықтың сапасы қанша, ұрықтан ұруға жарайды, жарамайды деп айтады. Соған байланысты уже ары қарай жолдасын кіргіземіз, жолдасы келіп ұрығы тапсырған екен, уже ары қарай бұл жұмыс эмбрион мамандары өзіне алып ұрықтандырып эмбриондарды 5-ші күнге дейін өсіреміз. 5-ші күні жатырға бір эмбрион саламыз, қалғандарын барлығын қатырып қоямыз. Жалпы осы процедура 2 аптадан 3 аптаның аралығында уақыт алады. Қазіргі таңда жалпы жасанды жолмен жасалатын болғандықтан бұны адамдар ребенок из пробирки деген сияқты стигмаларға қоғамда кездесіп жатамыз. Көп жағдайда адамдардың, басқа сырттан адамдардың
сізбен келіспеушілігі, сіздің балаңызды бір сіздің балаңыз емес секілді туысқандардың жағынан да болып жатады бұндай ситуациялар. Осыған қатысты не ойлайсыз жалпы? Және де былай ойлайтын адамдар бар ғой, мысалы эко жолмен дүниеге келген бала ертең ол да эко жолмен бала туа алады, басқаша өзі табиғи жолмен туа алмайды деген сияқты. Бұл енді қараңғылықтың белгісі бірінші. Себебі экодан туылған балалар толыққанды бала. Қазақстанға ең бірінші пробиркадан бала дегенді, яғни алып келіп осылар эконың негізін қалаған Байқошқар Салтанат Берденқызы деген осы клиниканың жаңағыдай негізін бастаған біздің ғылым жетекшіміз. Осы мемлекетте, яғни біздің экомыз уже 30 жыл болды жұмыс жасап жатқанына. Егер бұқаралық ақпараттарды барлығын алып қарайтын болсаңыздар, экомен туылған балалар қарапайым біз сияқты балалар. Яғни бұл жерде аталық ұрық пен аналық ұрықты аламыз, сырттан ұрықтандырып екеуін қосамыз, қосылған болған эмбрионды біз қайтадан анасының жатырынан сағып береміз. Яғни жүктілік ары қарай тура табиғи жолдағыдай дамиды. Бұл жерде экомен туылған балада, табиғи жолмен туылған балада ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ маған бір ұнайтыны, табиғи жолмен көтерген аналар мен экомен көтерген аналардың арасында айырмашылық бар. Себебі табиғи жолмен көтерген аналар, енді менде бір пациентка болды, кейін тоқтап айтамын, ең алғашқы баласының жаңағыдай түрін УЗИ-дан көреді, жаңағыдай қазіргі тілді УЗИ деген бар ғой, УЗИ-дан қарайды, сосын УЗИ-ның снимогын жасайды, жаңағыдай фотоальбом жасайды. Ал экода искусственный интеллект деген жасанды интеллекті бар, эмбриоскоп деген аппарат бар. Содан біз бағдарлама біткен кезде соңында андай таспа береміз, флешка береміз, флешкада эмбриондардың видеосы болады. То есть экомен көтерген әйелдердің бір ерекшелігі, олар өзінің болашақ балаларын клетка күйінде, эмбрион күйінде көре алады. Бұл бүйтіп айтқанда өте керемет, өйткені кім өзінің ішінде, ағзасының ішінде болып жатқанын көре алады. Ешкім көре алмайды. Экода оны біз уже камерадан бәрібір міне сенің балаң, міне өсіп жатыр, міне мынаға 4 күн болды балаңа, мына балаңа 5 күн болды деп көрсете аламыз. Жаңа айтқан менде бір пациентка болған, өйстіп экомен келді, енді ұл баласы бар, жақында 1 жасар тұсауын кесті. Жаңағыдай эмбриоскоп алғанбыз, жаңағы эмбриоскоптың видеоларын фото қылып шығарған, алғашқы тестті жасаған, тестті жабыстырған видеоға енді баласы 6 айлық болған кезде көтеріп, мынандай альбом жасап, ішінде эмбрионның видеосы, тесттің суреті, жаңағыдай бірінші УЗИ-да тек қана плодный яйцо көреміз, точка болып тұрады. Сол точкасының видеосын бәрін сақтап, целый альбом жасаған. Ал табиғи жүктілікте тек қана УЗИ-да ғана көресіздер. Бір кереметі сондай. Жалпы эко арқылы туылған балалардың таңдап сұрыптап эмбриондарды таңдау дейтін шын ба, рас па осы? Мысалы кейбір аурулардан бөлек симптомдарын алдын ала біліп деген секілді. Эко бағдарламасында алдын ала эмбриондарға талдау жасауға болады. Мысалы эмбрионды өсіргеннен кейін 5-ші күні талдау жасаймыз, яғни эмбрионның кішкентай ғана бөлшектен эмбриондар алып, соны талдауға жібереді. Ол кезде жаңағыдай қазір енді жиі дамып жатыр ғой, Даун синдромы, мысалы Даун синдромы бұрын 10-ның бірінде болатын болса, қазір уже 2-ның бірінде Даун синдромы. Burada айтатынымыз жаңағыдай жасы 35 жастан асқан жұптарда дамуы мүмкін Даун синдромы деген. Қазір ондай жоқ. Қазір 18 жастағы жас қызда Даун синдромымен бала босануы мүмкін. Бұл жерде ең жаңағыдай жақсы бүкіл жаңағыдай Даун синдромы, Эдвард синдромы, Паттау синдромы дейміз, хромосома арқылы берілетін ақаулардың барлығын алдын ала анықтап, тек қана дені сау эмбрионды таңдап, дені сау баланы дүниеге әкелуге болады. Қазір енді кейбір жаңағыдай кісілер даже эконың не екенін түсінбейді, экодан жаңағыдай туылған балалар өздігінен туа алмайды, видео болады дейді. Ал жасөспірімдер, в основном жастар уже оқыған, білгенмен қазір жастар енді бұрынғыға қарағанда сауаттырақ, олар мысалы менің туысқанымда осындай дауына болған, менің танысымда осындай ауыр бала туылған, мен алдын ала келіп аналық ұрықтарымды қатырып қойғым келеді. Біз жолдасымыз екеуміз табиғи жолмен емес, эко арқылы бала жасап, генетикалық талдау жасаймыз деп шештік. Деп бедеулік болмаса да, яғни дені сау ұрпақ әкелуге морально дайындалып, эко арқылы бала болып жатқандар бар.
жалпы эко тек әйелдің мәселесі емес екенін қоғам әлі түсіне қоймаған секілді, ер адамдардың да тексеруден өтуі туралы не айтасыз? Олардың эгосына да тиіп жатады. Иә, бұл жерде біз жаңағыдай семьяға келген кезде, енді супружеская аппарат дейміз, келген кезде біз бірінші тұтымыз проблема ортақ. Бала екеумізге де керек. Сол үшін менен, сенен деген ондай сұрақ болмау керек деп түсіндіріп, екі жақты да дайындаймыз. Қазір ерлер бедеулігі әйелдер бедеулігімен бірдей теңесіп келе жатыр. Себебі бұрын енді көбінесе бала болмаса бітті, жаңағыдай ажырасамыз, басқа әйел аламын, сен маған бала туып бермедің деген сияқты көбінесе қабылдамайтын ер адамдар. Қазір уже көбісінің жаңағыдай көзі жетеді. Өйткені аталық ұрықты спермограмма дейміз, тапсырған кезде көп өзгерістер болып жатыр. То есть ерлер бедеулігі мен әйелдер бедеулігі қазіргі таңда статистика бойынша теңесіп. Репродуктивтік денсаулыққа әсер ететін қазіргі заманда басты қауіптер қандай? Біз неден сақтануымыз керекпіз? Бұл стресс па, тамақтану ма, экология, физикалық белсенділік туралы жалпы не айтамыз? Бұл жерде әртүрлі, мысалы, әр әйелдің организмі әртүрлі болады. Қыз баласы дүниеге келген кезде уже бірнеше запас аналық қормен, яғни аналық безде аналық ұрықтар болады. Дүниеге келген кезде бірнеше запас аналық қормен келеді. Сондықтан бірінші профилактика қыз баласы АМГ деген гормонын анықтап, аналық қорын білу керек. Өйткені біреулерге жаңа клиникс дейміз, итекір келуі мүмкін 55-те, біреуге келуі мүмкін 18-де. Әрқайсының запасы әртүрлі. Яғни бұл организмге байланысты. Сосын қыздың анасы неше жасында бала босанды, қанша бала босанды, соған да анамыздың қарау керек. Бұрын енді біздің аналарымыз, әжелеріміз олар ерте күйеуге шыққан, тұрмысқа ерте шыққан, ерте тұрмысқа шыққан екен, 18-19 жаста тұрмысқа шыққан, әрине ол 25 жасқа дейін уже 3-4 баласын босанып үлгерді. Қазір заман ондай емес, жастар жұмыс істегісі келеді, толыққанды өздерін дамытқысы келеді. Яғни ана болуды кішкене артқа шегереді. Сол үшін егер жастар ана болуын артқа шегеретін болса, аналық ұрықтарын сақтап қоюға болады. Сол үшін бірінші АМГ гормонын қарау керек. Сосын режимі деймін, жаңағыдай тұрыс-тұрысы, қазір питание дұрыс емес, жастар стресске тез бейім, стресске тез түседі. Оның барлығы репродуктивті денсаулыққа әсер етеді. Және экология. Экология бір Қазақтан алғанның өзінде экологиямыз әртүрлі. Мысалы, мұнай бар, семей бар деген сияқты полигоны әр жерден экологиясына байланысты. Жаңа сіз атап өткен ұрықтың қорын қалай сақтап қалуға мүмкін ба? Мүмкін. Мысалы, отсрочное материнство дейміз. Кейбір жастар, мысалы, жаңағыдай жұмыс істеймін дейді, карьера жасаймын, мен әлі шетелге қыдырмадым, мен әлі ана болуға дайын емеспін деген кезде келеді. Жаңағыдай УЗИ-дан қараймыз, толыққанды зерттейміз, қараймыз. Сосын тура эко бағдарламасы сияқты аналық бездерін стимуляция жасап, ұрықтарын барынша өсіріп, алып қатырып қоямыз. Кейін 35-тен асқаннан кейін 40-қа жақындаған кезде келіп қатырып қойған ұрықтарын ертіп, ұрықтандырып, ары қарай эмбрион жасап, қалтарына салып беруге болады. Жалпы осы айтқан нәрселердің барлығын қорытындылап шықсақ, бұл жерде тек әйелдердің емес, еркектердің жауапкершілігі бар екенін ұмытпаған жөн, және де экомен туылған балалардың жалған балалар емес, дәл кәдімгі балалар секілді, тек қана олардың ата-аналары оларды қатты қалағанын көрінісі. Себебі табиғи жолмен туылған бала мен экомен туылған баланың ешқандай айырмашылығы жоқ. Баршаларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Маржан Бақытжанқызы және оператор Аружан Рахметулла.